Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте оңай жасалынатын картоп қосылған тефтерийдің дайындалу жолын ұсынатын боламын. Видеоны қарамас бұрын YouTube арнама тіркеліп, жанында қоңыраушамен лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қызып тұрған хей майына ұсақтап туралған сарымсақпен жуамызды жоғары отта қуырып аламыз. Кейін оның үстіне томатный пастамызды салып, тағы да бір араластырып қуырамыз. Енді кезекте картопымызды дайындаймыз. Жақсылап тазалап алып, бірнеше бөліктерге көбіктеп бөліп, жаңағы жуамыздың үстіне салатын боламыз. Татымына қарай шамалы ғана тұз сеуіп, орташа ғана су құйып, қайнағанын күтеміз. Осы енді картопымыз қайнап болғанша тефтерийімізді дайындаймыз. Фаршымыздың үстіне үкіштің кішкене ғана бөлігінен өткен сәбізімізді және жақсылап жуылған күрішімізді саламыз. Бұлардың барлығының көлемін мен төменде описание бөліміне жазып кететін боламын. Содан соң татымына қарай тұз бен бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Картопымыз бастап қайнап жатыр. Енді жаңағы фаршымыздан домалақтап тефтерийімізді жасайтын боламыз. Осы көлемнен менен 16-17 штук тефтерий шыққан болатын. Осылайша қолымызбен жақсылап домалақтаймыз. Мінекей, картопымыз қайнап жатыр. Енді осының үстіне тефтерийімізді кезекпен салатын боламыз. Содан соң ешқандай да тұз салмайсыздар. Себебі мана әуел баста картоп салған кезде тұз салған болатымыз, және тефтерийіміздің құрамында тұз бен бұрышы бар. Тек қана тефтерийіміздің бетіне келетіндей ғана су құйып, қақпағын жауып, астын азайтып 30 минуттай пісіреміз. Мінекей, тағамыз дайын болды. Қазір ыдысымызға салып ұсынатын боламыз. Осы картоп қосылған тефтерийді түскі немесе кешкі асқа да ұсынуларыңызға болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.